Халқымыз ардақ тұтқан аяулы ұлдарын бір-ақ ауыз сөзбен арысым деп атапты. Қазақтың ұлттық өнерінің алтарысы Серке, Елубай, Құрманбек, Қаллеки, Қалибек Қуанышбаев, Шәкен, Қанабектерді бір шоғыр жарық жұлдыз десек, осы шоқ жұлдыздың ішінде басқалардың жарығының тасасында қалып қоймай, өзінше тұлғаланып тұрған талант Қанабек Байсейітов. Алатаудың аясында бір төбе болып жарқырап алдымызда тұрған мына театрдың шаңғарағын көтерген 5 азаматтың біреуі Қанабек Байсейітов. 1934 жылы Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан атты пьесасы менен қазақ халқының музыка театрының шымылдығын аштық. Келесі жылы Бейімбет Майлиннің Шұға деген пьесасы менен бір саты жоғары көтерілдік. Ғабит Мүсіреповтің Қыз жібегін Мәскеуде 1936 жылы қазақ халқының көркем өнер мәдениетінің 10 күндік мерекесінде сыннан өтіп, опера өнерінің биік сатына шықтық. Мына тұрған Абай атындағы мемлекеттік академия театры осы халға жеткіздік. Қанабек Байсейітов 8 қырлы бір сырлы адам. Ол артист, әнші, жазушы, режиссер. Осы опера театрының ең тұңғыш режиссерлары Құрекең менен Қана. Екеуі өмірінде де, өнерінде де қол ұстасып дүниядан өтті. Ұрпақтарға өшпейтін мұра қалдырды. Әкем Байсейіт пен шешем Қиуа көпке дейін бала көрмепті. Әкем 41-ге, шешем 37-ге келгенде, яғни 1905 жылдың көктемінде қазіргі Талдықорған облысы Қаратал ауданындағы Қалпе деген жерде мен дүниеге келіппін. Дәл шешем босанатын күні біздің үйге 2 сыйлы қонақ түсіпті. Жаңағы сыйлы қонақтың бірі Найман болса Қанабек, екіншісі Есенбай деген кісі. Әкем 40-қа келгенде көрген ұлым Қанабек құсап ел ұстасын деген ниетпен атымда Қанабек қойды. Жалғыз бала болған соң біраз мінезім болса керек. Ерке тентек болдым ба, есті тентек болдым ба, әлде есер тентектігім үстенбеді, ол шағын өзімді ажыратып айта алмаймын. Я, қайғылығым есте қалсын. Көбін ұмыттым, есте барының өзі үзік-үзік, бас аяғын ажыратып жату мүмкін емес. Әйтеуір, есімде қалғаны, 7 жасымда әкем мен шешемнің молдаға бергенін білем. Молданың аты ұмытпасан, Батанбай. Сол кісіден табаны күректей 4 жыл оқыдым. Енді жақсы оқытты, жаман оқытты деп кесіп баға беретіндей дәлелім жоқ. Әйтеуір, молда байқұс білгенше үйреткен шығар. Мен де шамам келгенше
үйренген шығармын деп ойлаймын. Қанаңның Қанабек Байсейітовтің өз замандастарынан бір артықшылығы өз өмір жолын, өнерге келу, өсу тарихын, замандастары туралы естеліктерін өмірбаяндық Құштар көңіл атты кітап арқылы кейінгі ұрпаққа 74-ші жылы күз айларының бірінде мен Жұлдыз журналында істеп жүргем. Сол кезде бұл кісі біздің сол кездегі бас редакторымыз Шерхан Мұртазаевқа кіреді. 75-ші жылы, келесі жылы бұл кісі 70 жасқа толу керек. Соған орай өзінің театр жайындағы, өзінің замандастары жайындағы ойларын қатқа түсіргісі келгендігін айтады. Сондай әңгіме отырғанда енді ол кісілердің не әңгімелескенін есімде жоқ, мені бір уақытта бас редактор шақырды. Сонымен Шәкеңнің кірдім, кабинетіне кірсем, Қанекең отыр екен, құдай жүз таныс, амандастым, отырдым. Отырғаннан кейін маған жағдайларын айтты. Мынау Қанабек деген ағаң осындай ойлары бар. Бұл кісі жазып та сызып та жүрген адам, бірақ дегенмен жастардың көмегі керек. Осыған қалай қарайсың? Мен айттым, мен өте ризамын, бұл кісімен жұмыс істесуге қарсы емеспін дедім. Сонан кейін Қанекең екеуміз сол келісім бойынша шығып сөйлестік. Сөйлескеннен кейін ол кісі үйіне шақырды, үйіне барып әңгімелесіп, ол кісінің тыңдап көрсем білетіні ұшы-қиырсыз енді. Бірді айтып бірге де кете береді. Сонан кейін енді ол кісіге мен талап қойдым, осындай біз жүйемен әңгімелейік. Және жұмыс барысы қалай болатынын әуелі келісіп алайық. Бәлкім мен сіздің көңіліңізге толмаспын, әуелі бір нәрседен бастап қойсақ. Бұның да дұрыс екен. Ол кісі өзі әңгімені де жақсы айтатын, елдің әңгімесін де жақсы тыңдайтын, сондай кісі екен. Ондай болатын болса, біз неден бастаймыз деді да, сол өзінің театрға келу тарихын айтты. Сонан кейін өзінің замандастары жайында, дек бірінші 10 күндік жайында, қазақ өнері менен әдебиетінің 10 күндігі жайында әңгімелесті. Сонан кейін бұл бәрі осының бәрін жүйелеп, сіз ойланыңыз. Екеуміз отырып сұрақ, неге тоқталу керек, жоспарын құрдық. Осы төңіректе. Ал бала ондай болса, сен үйіңе бар, бәлен күні кел. Мен сұрақтарым не бойынша мен дайындалып қоямын дейді ол кісі. Сонан кейін ол айтқан уақытында хабарласып, Қанаға мен ғой даярсыз ба деймін. Кел даярмын дейді. Осы кәдімгі сахнаға шыққалы отырғандай дайындалады ол кісі. Отырады екеуміз. Ал бала баста дейді. Мен кәдімгі ол кезде бізден диктофонмен жазып алып ондай дәстүр жоқ еді. Өз басымда жоқ еді. Бар болса бар шығар. Сонан кейін отырғанда мен ол кісі айтады, мен жазып отырамын. Жазып отырғаннан кейін сол бүкіл жазғанымызды енді қанша жүйелеп қойдық дегенмен де бірді айтып бірге кете береміз. Соны 2-3 күннен кейін мен жүйеге салып алып келемін. Міне әнеугі әңгімеміздің нәтижесі осындай болды. Ол кісі ай дұрыс. Сөйтіп біз Жұлдыз журналына 3 дүркін өнердегі өмірбаян деп 3 дүркін мақаласын бердік. Мақала жарық көрді, бұл кісі ұнады. Өстіп Қанабек ағаның жазған Құштар көңіл кітабы осылай пайда болды. Оны енді оқырман жұртшылық біледі қалай кітап екенін. Бірақ осы кітаптың барысында мен Қанағаның қандай адам екенін, өнерге деген ол кісінің пікірін, ойын бәрін таныдым. Бір Қанағаңды таныдым десем, оның өзі тар шеңбердегі сөз болар еді. Қанағаңның тұстастарын, өнердегі ортасын, ұстаздарын, бүкіл Қазақстанның сол кездегі мәдени қайраткерлерін таныдым. Қанағаңның бір біздің ұрпақтардан артықшылығы қанша жыл өтіп кетсе де, бір болған концерттің күнін, уақытысын, және кімнен кейін кімдердің сахнаға шыққан ретін бір картинадан көріп отырғандай жаңылмайды. Ол кісінің не деген ес қабілетіне мен қайран қаламын дейді. Және бір өзім байқаған артықшылығы, өзінің тұстастарын, бір ұнамай қалған адамдар болады ғой. Біздің осы күнгі замандастарымыздың өзі де біреуді жамандау арқылы өзі жақсы болғысы келіп, біреуді сөгу арқылы өзінің мықтылығын көрсеткісі келіп отыратын бір қасиеттер, нашарлау қасиеттер болады. Қанағаң бір адамды жамандамайды. Мен тіпті қадалып сұрап, кезінде Күләш апайымыздың енді өнерде талантты болғаннан кейін оны көріп, қызғаныш деген көп болады ғой. Сондай адамдар жайлы сұрасам, әй бәле, оны қайтесің? Өтті кетті ғой. Оған бізді Күләштің өзі де мән берген жоқ болатын деп.
бір сирек бір сондай мінез бар. Мен ондай мінезді көп ағаларымыздан да, замандастарымыздан да көрген емеспін. Ылғи бір адамдарды өзінің тұстастарын сағынып отырады ғой. Ой, қайран құр екен. Мұндай болса үйтетін еді ғой. Күләш болса бүйтетін еді ғой. Бәрі сөйтіп отырады. Соған қарап өзі қанағаңмен сөйлесе келіп, бұл қанағаңның тұстастарында бір өңкей бір керемет, ақылды, мәдениетті адамдар өмір сүрген екен деп, сондай ойға қаласың, және соның тұстастарына бір ғашық бола бастайсың. Сол кісінің сол өзіне деген ынтасы, осында өзінің тұстастарына жақсы көру арқылында, осы құштар көңілге сол көңіл күй, сол ынта, сол махаббат берілді деп ойлаймын. Мана кітаптың жұрт қонайтынында көп жағдайда осы әсер еткен болу керек. Енді көп адам енді қанаған тұстастары өзі өнерге қалай келді деген нәрсе көп ойландыратын болу керек. Қанағанды шынындағы мен әртіс болайын, халық өнер көрсетейін деген мақсат болмаған сияқты менің байқауымда. Бірақ ауылда еті тірі, өнерге жақын, бала әнші, бала өнерпаз болып жүрген жай ғана адам. Тіпті тұқым тұрпаттарында тікелей өзінің әке шешесінде өнерге асып кеткен адам болмаған. Нағашы жұртында өнерпаздар болған екен. Және бұның апырбай бастаған өзі бір ағайынды адамдар солардың әсері болған жігіттердің. Бұл кісі соларға еліктеп өзінің нағашы ағаларына балуан болғысы келген, әнші болғысы келген. Кітапта айтады ғой, Алпайдың алты серісі. Иә, сол серілерге еліктеп, енді өзі жігіттік түрде ғана еліктеп жүрген ғой. Ал енді Совет өкіметі орнап мына жаңа заман келгеннен кейін біздің өкімет басшылары, партия қайраткерлері жер-жердегі өнерпаз адамдарды іздестіре бастаған, сұрау сала бастаған. Сол сұраудың арқасында сондай өкіметтің тарапынан көңіл бөлінген ынтаның арқасында бұл кісілер көзге көрінген және жүйелі халықтың өнерін бастаушылардың бірі болған, бақытқа ие болған адамдар. Ал енді бұл кісінің негізгі өнерге тікелей арасы осы Алматыға келуге байланысты. Алматыға келу тарихының өзін ол кісі өте көп айтатын. Алматы бір жер, осы Талдықорған қазіргі ең жақын облыс деп есептейміз ғой. Ал ол кезде ол кісілер өгіз арбамен қатысады екен. Осы Кербұлақтың жазығының өзі бізге бітпейтін бір алыс дүние сияқты болып көрінуші еді өзі. Кейін осы сол жолмен екеуміз қатар жүрдік қой, сонда айтып отыратын. Апырмай осы жерде өгіз арбамыз өте алмайтын су болушы еді, қайда кеткен деп. Ақыр таба алмай-ақ қойды. Жердің де өзгеретіні рас болу керек. Енді өнерге келгенде бұл кісі алғаш өзі осы құштар көңілде де айтады. Театрда алғашқы режиссер Жұмат Шанин, Серке Қожамқұловтар бұл кісіге үлкен қамқорлық жасаған. Өнерге дұрыс сапар аттануына аралық ұстаздық, жолдастық, достық көмек жасаған. Және бұл кісілер жайында айтқанда қанаған ерекше сүйсініп, рахметін айтып отырып, ол кісілер жүзбе-жүз отырмаса да, маған әңгімелесіп отырып, сонда рахметін айтып отырады. Серағаң театрда екінші режиссер екен. Жастарға жақын жүретін адам болып шықты. Театр жайлы, артистердің адамгершілігі жайында көп нәрселер айтты. Артист болдым деп, ырбаңдап, жербаңдап жүрме. Сахнада жаманды да, жақсынды ойнайсың. Өмірде өйтіп былықтырма. Жұматтың айтқан істесең қор болмайсың. Ол кісі оқыған адам. Орысша жаза да білет, сөйлей де білет. Соған сүйен дегені әлі есімде. Сосын бірде бала, сен ұялма. Ұялсаң әртіс бола алмайсың. Бүйтіп бүгінгідей тосырғама. Әміре де, Иса да, бәрі кішпей, қарапайым адамдар. Қастарына бар да, бұрыннан білетін адам құсап, сөйлесе бер дегені әлі есімде. Содан қойш, театрдың адамы болып шыға келдім. Дегенмен, біразға дейін өзім келе алмай болып жүрдім. Жаңағы Серағаң айтқандай, Жұматтың ақылынан шықпайым. Ол кісі көп оққан адам, жаңа сөзім басында айтып кеттім ғой. Ананы оқы, мұнаны оқы деп, алғашында
кітаптардың тізімін беріп жүрді. Сонда Мейерхольд, Вахтангов, Станиславскийлардың есімінде, олардың театр жайлы пікірлерінде алғаш мен Жұматтан естідім. Сөйтіп, 1934 жылдың 13 январ күні драм театрдың үйінде Айман Шолпан комедиясы мен қазақтың музыкалық театры тұңғыш шымылдығын ашты. Жұрттың ынтығын айтып жеткізу қиын. Күнде қоямыз, тіпті демалмадық. Содан 15 майға дейінгі аралықта Айман Шолпанды 100 рет қойыппыз. Шында да дәл ондай табысты өткен спектакль бола қоймас. Міне содан Айман Шолпан комедиясы сәтті қойылғаннан кейін музыкалық театр мәселесі оңай шешілді. 13 январда премьерасы болды, ал 17 январда драмтеатрдың жанынан ашылған музыкалық студияны қазақтың музыкалық театр етіп қайта құру жөнінде қаулы шықты. Бұл күн қазақ өнеріндегі тарихи күн болып саналады. Мен Арыстанды ойнадым. Арыстанды жақсы ойнадың деп жұрт қаншама қошамет көрсетіп жатса да, мен іштегі драмтеатрда мұнан да жақсы ойнағанымды шамалап, онша көп желікпедім. Бірақ басшылар осы дұрыс деп ұйғарып, Күләш екеумізді бұйрықпен музыкалық театрдан артист етіп бекітті. Қазір менің есіме Мәскеудегі 10 күндік есіме түсіп отыр. Қанабек мынау ол кезде үлкен театрдың сахнасында қазақтың 6 қанат ақ үйі тігілген кәдімгі музей, қазақ халқының қол өнері бәрі сонда сахнаны ашқанда ел қол ұрып 5 минут Мәскеудің көрермендері риза болды. Сонда ақ үйдің түңдік ашылады да, аттың үстінде Төлеген келіп ән салады, жайықтың деген. Сонда әнді Қанабектің бірне жері тонын ала алмайтын. Я жоғары кетіп қалады, я төмен шиқылдап қалатында, я жоғары шиқылдап. Сонда Құрекең айтады, ней, иттің ғана бала сол, мен мына жаныңа скрипка қоям. Скрипка сен тиң-тиң тоныңды бергенде айрылма ойбай дейді. Сонан кейін скрипканы берді, қарап, бәріміз дірілдеп тұрмыз. Құрекең жанында қамшысын ұстап тұр. Жайықтың деп дірілдеп барып алып айтып кетті. Кейіннен айтады, Құрекең, мен саған еркелеймін ғой, айтпаса тоным дұрыс алам дейді. Сондай талай-талай қалжыңдары бар еді, жарасып тұрушы еді. Екеуін ағайы деп Күләш екеуміз кейде құрдас қып сөйлесетін едік, әңгімелесетін едік. Қазір әлгі құрдасынан айырылған жалғыз жаман деп бәрінен айырылып, қазір тек еске түсу ғана мына театрдың алдынан өткенде бәрі көз алдымда өтіп жатады. Бірақ ризамын, бақыттымын. Мен 3 буынды көріп отырмын. Серкебаев, Төлеген, Бағланов болса, қазір міне Денисов, Рембаева, жақсы жас балалар, жас ұрпақтарды көріп отыр. Өркендей берсін. Баяғыда жастау кезіміз, жасым 20-дан асқан кезім, 47 жылы
марқұм Мұқан Төлебаев қолымнан ертіп осы академиялық опера театрына алып келді. Тыңдатып, директордың кабинетінде бір-екі ауыз өлең айтып бердім. Сонда театрдың сол бас қызметкерлері отыр екен, искусство қайраткерлері. Ішінде директор Райхан Жумин, операның бас дирижері Григорий Арнольдович Столяров дейтін кісі болатын профессор, Москвадан келген адам. Осы Біржан Сал операсын қойған сол кісі, музыка жағын басқарған. Соның ішінде бүгінгі еске түсіріп отырған хабарымызда Қаныбек ағамыз да бар. Бірінші кездесуім сол болды. Театрдың коллективінің ішінде ең кішісі мен болатын. Ал енді қазақтың баласына кіші болғанда ол қиындау соғады. Өздеріңіз тарихтан білетін шығарсыздар. Әлі мақал бар ғой. Адамның кішісі болсаң да, одан да иттің күшігі бол дегендей. Сол сияқты талай соққыдан өткем ағайлардың алдында. Ұрсып та тастайтын, кей уақытта мақтайды, кей уақытта ұрсады, кей уақытта ренжиді. Ал енді ол заманды еске түсірсек, мына Европа халықтың сөзіне байланыстырып айтсақ, бұл бір қазақтың искусствосында ренессанс заманы болды десем, қателеспеген шығармын. Өйткені өздеріңіз еске түсіріп қараңдар, анау белгілі атақты Қалыбек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов ағалар, Шәкен Айманов. Біздің опера театрына келсеңіз, Күләш апай, Құрманбек, Қаныбек ағаларымыз, Ғарифолла Құрманғалиев, Әнуарбек Үмбетбаев. Осы адамдардың атын атағанда, бүгінгі күні бұлар тарихта қалған, өте терең із қалдырған. Тіпті аттары классикаға айналған деп санауға болады. Менің өз түсінуімше. Қанекеңді алатын болсақ, жеке басын бұл енді дарынды, жан-жақты табиғат берген творчество жағынан өте бай адам болған. Өзінің мамандығы осы искусство келердің алдында мұғалімдік мамандық болса, тарихын қарасақ, енді осы искусствоға кіріскенде бір жағынан жазушы деп санаймыз ол кісіні. Ақындық жағы да бар. Екінші жағынан бізге қамқор болған, мұғалім болған режиссер, өзі оның үстіне әнші. Мен енді куәмін, талай спектакльдерде өзі ән айтқанын естідім. Оның ішінде мәселен Қыз жібекті Төлегенді айтты, Жалбыр операсында Сүгірді айтты, Айман Шолпан операсында айтқан, бұрын ол мен келгенше айтқан спектакльдер. Тағы басқа көптеген рөлдерді осы біздің театрда атқарған болатын ол кісі. Ал енді екеуі дегенім Құрманбек ағай менен Қаныбек ағай екеуі егіз адамдай осы театрда бірге жұмыс істеп, бірге өмір сүрді. Осы халық екеуін шатастырып та алатын жағдайлар болады екен бұрын. Дегенмен олар өзгеше характерлері де, сөйлеген, бейнесі де жан-жақты өздерінің сондай адамгершілік жағынан өздерінің лайша жеке ерекшелігі бар. Мәселен, біздің Құрманбек ағамызды алатын болсақ, менің бірінші режиссерім театрға келген, сол кісі мені сахнада қалай жүріп, қалай ойнаудың үйреткен мұғалім.
Ол кісі өте сондай темпераменті мол, тарс тұрс, оттай шашырап тұрған адам болады. Кей уақытта мақтайды, кей уақытта ұрсып тастайды. Қанекең мінәзі сәл көп сөйлемей, ақырын ғана сөйлеп, бірақ тілі өткір болатын ол кісінің. Кей уақытта инедей шаншып талған күндері болды. Бұл кісіменен мен де біраз өмір бірге сүрдім. Мен енді ол кісілердің алдында ол кезде баламын. Талай осы Қазақстанның жер-жеріне барып, спектакльдер қойып, гастрольдерде көп жүрдім. Қанабек ағамыз енді бұл жаңа айтып кеткендей, жалғыз-ақ біздің операға еңбегін сіңіріп, жалғыз-ақ осы театрда жұмыс атқарып жүрген адам емес. Бұл одан әрі осы басқа да республикаларға барып, мәселен Грузияға барып, Даисия операсына қамқорлығын көрсетіп, Күләш апамызды Маро рөлінде ойнатқаны есімде. Композитор Жигановтың Алтын шаш операсын қойған адам. Тағы басқа бұның режиссерлік ретінде еске түсірерлік опералар Амангелді, орыс классикасынан Князь Игорь, Чайковскийдің Евгений Онегин, тағы басқа көптеген операларды осы кісі өз қолынан шығарды. Оның ішінде өздеріңізге белгілі Абай да бар. Даиси операсы маған қою жүктелгеннен кейін Грузин халқының әдет ғұрпын, тұрмыс салтын, тарихын жете біліп қайту үшін 1942 жылдың декабрь айында суретші Нинашев екеуміз Грузияға жүріп кеттік. Қиын қыстау кезең, зор қиыншылықпен барып, біздің баруымызға орай тез дайындалып қойылған Палиашвилидің Даиси операсын көріп қайттық. Келесап, Даисидің репетициясына кірістік. Маро болып Күләш, оған ғашық екі жігіттің бірі Малхозда Әнуарбек, Киязана Ришат, Мароның дос қызы Наноны Үрия, Малхоздың досы Титаны Манарбек ойнады. Шынын айтсам, спектакль жұртшылықтан жоғары бағалды. Юрий Завадский Казахстанская правда газетінде мақтап рецензия жазды. Кейін Грузия өнер шеберлері спектакльді көріп қатты ризалықтарын білдірді. Даисидің қазақша премьерасын Известия газеті де арнаулы рецензиямен атап өтті. Қазақ СССР-ның халық артисі Қанабек Байсейітов үлкен театралдық көрініс жасаған деп жақсы баға берді. Міне содан Даиси спектаклін, операсын жақсы сәтті қойғаннан кейін, маған өнер комитеті Князь Игорьді орысша қойып тапсырды. жылы Қазақстан халық артисі Рабиға Есімжановамен бір жағдайларда әңгімелескенім бар. Ол кісінде мен сырттай қазақ өнерін, осы алғашқы қарлығаштарының бәрін сырттай біліп жүреміз де, көбімен біз жүзбе-жүз сөйлесе бермейміз. Ол әсіресе біздің жазушылардың, журналистердің бір бойкездігімізден, нашарлығымыздан, соншалықты ізденімпаздықтың жоқтығынан болуы да керек деп ойлаймын. Қайсысына болса да осы кісілердің мен сізбен сөйлескім келеді, осы қазақ өнерін сізді білгім келеді десек, жоқ шырағым келме деп айтпайтынына көзім жетті мен. Кейде біз сол арқылы талай алтыннан айырылып қалған сияқтымыз. Тұтқиыл ғана кездеспесем, мен де мысалы Рабиға Есімжановамен сөйлеспес едім. Ауруханада жатып әңгімелестім. Сонда кісі құштар көңілді оқыған екен.
осы құштар көңілге менің қатысым бар екенін білгеннен кейін ол кісі қатты риза болып өзі жайында, Күләш жайында, Құрманбек ағамыз, Қанабек ағамыз жайында өте көп әңгімелер айтты. Бұл кісінің Күләшпенен Қанабек жайындағы пікірлері, мына көп өнердің халық таныған таланттар жайында алып қашпа сөз, бір бояма сөздер, тіпті кейде ыңғайсыз сөздер халықта айтыла береді көп. Ал мына Рабиға апамыздың әңгімесінде мен соншалықты таң қалдым. Күләш апамыз бен Қанабектің семьялық өмірлеріне, екеуінің алғашқы танысуы, екеуін өз қолыммен үйлендірдім деп, соны белгі ерекше бір мақтанышпен айтты. Екеуі Қыз Жібек пен Төлегенді ойнады дейді. Ал өмірде де өздері Қыз Жібек пен Төлегенді етті. Бір әпкелік, сондай бір бауырлық сезімменен ерекше толғанып айтты әңгімесін. Қазірде сөз болып кетті. Спасибо деген сияқты, рахмет деген. Бірақ сіздерге ол аз сияқты маған болмайды. Сондықтан қазақта бір арызу деген сөз бар. Қанағаңның өмірінде ерекше өзінің бағалайтын операсы Қыз Жібек еді. Ол кісінің бір айтқан сөзі бар, мен өзім соған толық қосылам, және сол сөз бір шындық болатта тұрады. Мына Қыз Жібек операсын жарыққа келтіруде дейді, жұрттың көбі Брусиловскийге ренжіді дейді. Ой, бұл өзіміздің халық әндерімізді құрап әкеп, қайтадан өзімізге тартты ғой деп. Бұл үлкен қателік дейді. Халықтың әндері екені рас, бірақ сол халық әндерінің энциклопедиясы сияқты дейді. Қыз Жібек деген. Қыз Жібек ол өзі қазақта Төлеген қалай болса, Қыз Жібек қалай бар болса, Бекежан қалай бар болса, соған лайықты әндердің бірден бір осы әннен басқа әнді Бекежан айтуға тиіс емес, Қыз Жібек айтуға тиіс емес, Төлеген айтуға тиіс емес әндерді таба білген дейді. Ал бұндай тапқышты халықтың өз еңбегін өзіне жаңартып әкеліп, халыққа сыйлау деген Брусиловскийден басқамыздың қолымыздан әлі келе алмай жүр дейді. Сондықтан бұл кісі Брусиловский ерекше құрметпенен және Қыз Жібек операсын ерекше бағалайды. Мына Қыз Жібек операсындағы 1000-ші спектакль дегенде ол кісі бұл қазақтың мәдениетінің өскендігі деп бағалайды. Ол осынша азғандай жылдың ішінде 1000 рет қойылуы, бұл әрі халықтың өнерге сусауы дейді, әрі Қыз Жібек операсының қалай дегенмен де халықтың жүрегіне жол тапқанына қарайды. Және өзінің сол кездегі 1000-ші спектакльге шыққанын күліп, ойбай қорбаңдаған шалы болып Төлеген болдық дейді. Сонда дейді, актерлар жылап жүр дейді. Мынау 1000-ші спектакль деліп қою біріншіден өнерге деген ілтипат болса, екіншіден жекелеген адамдарға да ілтипат дейді. Өмірінің соңында қартайған кезінде ғана бұл кісі кино актер болды. Сол кино актер болған рөлдерін қарасаң, мына Алпамыс мектепке барады, өнен кейін әлгі Шабандоз балалар жайындағы түсірілген фильм, міне сол жерде анау үлкен енді жасы кеп қалған қарттардың рөлі. Батыр,
Aleykümselam. Otur balam, otur. Al qalqalay. Жақсы. Әке-шешең үйде ме? Үйде. Ой, саған не болған? Қабағың түсіп кетіпті. Мұның не? Өйтуге болар екен. Сен батыр емессің бе? Ана жатқан томарды көріп тұрмысың? Жалғыз өзім көтер алмай қойдым, соны барып алып келші балам. Қалай көтерем? Осы да сөз боппа бар, сен батырсың ғой, бар алып кел. Кәне, бар күшіңді салып төңкеріп таста. Жарай. Онда алысқа кейін шегініп бар да, барлық күшіңмен айқайыңды салып тұрып, екпінімен кеп төңкер. Бәрекет, кәне. Ау! Амангелді фильмін түсіріп алғаш, қара кестекте басталды. Мені мүлде есімнен тандырғаны сол, дегенде соңғы сценаны түсіреміз деді. Сонда қалай болған? Фильмді бастамай жатып, соңғы сценаны түсіргеніз? Шынымды айтсам, бүкіл Амангелді фильмі біткенше, фильмнің түсіру құпияларын мен келіп кете алмадым. Өйткенмен, бұл секендігім белгілі. Жаңаға губернатор бар жерде төменшікпін, ал енді Амангелді жауым көрсем шақырай қалам. Фильмнің бүкіл жағдайын көз алдыма келтіре алмағанмен, өзім қатысатын эпизодтарда әліме қарай жақсы ойнап шығуға тырыстым. Өнерде де жаны жайсаң Қанабек Бәйсейітовтың ғажап ғұмырнамасы кейінгі ұрпақ үшін тәлімді тәрбие, өшпес өнеге. Қазіргі өнер тарландарының ішінде оны ұстаз санайтындар аз емес. Өнердегі өмір өшпек емес, оған дау жоқ. Дегенмен де Қанаңның жайраңдап жанымызда жүргені, 70 жылдық тойында сөз сөйлегені күні кеше сияқты еді ау. Баяғыда Ұлықпан әкем деген кісі 1000 жасады дейді. Сонда қалай 1000 жасадың дегенде, сол айтты, мен әрбір көрген қызығымды, әрбір жақсы адаммен кездескенімді, әрбір мерекемнің бәрін бір жылға санап отырдым дейді екен. Ал сояғынан қарағанда, мен ол кісіден кем жасағам жоқпын деп ойлаймын. Неге десең, өмірім жаман өткен жоқ. 40 жыл өнердің ішінде өтті, бұл әр күнімнің өзі әрбір 10 жыл күн болды. Сондықтан оны 400 жыл деп қоямын мен де. Ал бүгін 70-ге келіп отырмын.